Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Талас облысының тұрғындары. Туғандар, мына сіздер көріп тұрғандай чек-чеген тай сатыққа шығып отқан екен. Мына бұйырса ез алып келетеді бұны. Мекен жайы өзі Манас районы Жайлыған айылының тұрғыны сатып отады. Қазір келетеді. Қожайын ұшыдан малымат алабыз бұйырса. Бұл өзі миллион екен, көріп тұрғандай чаралы миллион екен тай. Қазір еме бұл жігіт келетеді, малымат алабыз бұл жігіттен. Жігіттен малыматын беріп қой. Ассаламу алейкум, қандайсыздар? Тұрар әкен подписчиктері, құдайым бұйырса ушул миллион тайды сатыққа шығарып отырық. Құда қаласа. Бұл майда бір жаш болды. Миллион линиясынан да. Жаста бір жаш бойы 1.50 үрөөнмен. Келечегі мықты да. Бұйырса өспірім тай. Кімдер қызық болса, хабарлашыңыздар. Өтө жакшы тай. Баасы қанша екен? Баасын эми айтылышы 220 миңде отур. Маған жакшы реальный клиенттер болсо сүйлөшөбүз. Кудайым буюрса. Тай акчасына стоящий тайда. Каяктан келген тай ушул? Өстүн эле тайлардан. Апасы чипированный таза кандуу бээ болчу. Бой 1.65 чейин бээ болчу. Атасы миллион линиясынан да. Жакшы күлүк, бою, сөөк башы өтө жакшы. Кудай буюрса. Мындай жүгүргөн резвый, кудайым буюрса дальнейшим улака жакшы да. Байгеге да 1-2 жолу чабып көрдүк. Жакшы, биз тайым чала була суутуп. Кобосо өздөр сонун. Чаптык. Эми энчиге да ким ат кылам деп алса өкүнбөйт да. Бүт гарантия жакшы тай. Жүгүргөндөрү, жоош характери, арка өргүтлери жоош тай да. Кудай буйрса ушу. Кем бар ошо баадын? Сүйлөшөбүз, жакшы мындай ниет кылып багам деп ала турган адамдар болсо сүйлөшөбүз. Жакшы тай. 4-мүчөсү келишкен тай да. Ошол аке ушу буйрса ким энчиге жакшы тай, миллион тай издеп жүргөндөр болсо көрсө болот. Жакшы тай экен буйрса. Жакшы. Жарышка 1-2 жолу салгам өзүчө. Чала була дайындап, результаты жакшы. Энесин бою 1.65 чейин жакшы кыпкара бие болчу, картаң бие. Атасы миллион неберелери да. Кудай буйрса келечеги кең тайда. Өспүрүм. Бул эс чык салып кетти. Кудай буйрса, 1 жаш тай майда 1 жаш болду. Экрандан номерге байланыш кылам, номер жазып койду экранга. Да баазын келишсеңиздер болот. О, Талас облысы Манас району Жайлыган айылында. Жайлыган айылында.